Мына еттен де турап отырып жемеу мүмкін емес. Ассалаумағалейкум, менің көрермендерім, қалайсыздар? Біз міне осындай кішігірім қылып ет астық. Өзім отбасыма деп шағындап ет алып ет асты. Қазыны Алтын Ордадан, етті Алтын Ордадан алдым. Бірақ готовы емес, ондай дайындалмаған алдым да. Қазыны бөлек өзіміз үйде айналдырдық, тұздап. Керемет болды. Негізі өзі қолдан тұздалған, қайтсе де жақсы болады дәмі. Мынауымыз жал деп берген бізге, мойын еті деп. Бірақ енді майлылығы сұмдық бар ғой, ана жалдың жеу өте қиын. Енді мынау қазымды турайын деп жатырмын. О, керемет, енді қазым сочный болып тұрған, май ағып. Майсыз қылып алғам қазымның өзінде, майын жартылай алдырып тастап. Соның өзінде қазы керемет. Енді қолдан айналдырған қазы, қайтсе де дәмі өте керемет болады. 2-3 күн тұздалып, далада кеуіп тұрды да бұл қазы. Енді жесең, енді бар ғой, дәмі аузыңнан кетпейді ғой енді. Қазақ ет жемесек болмайды ғой енді. Ет жемесең түсіңе кіреді, ет жесең тісіңе кіреді деп бекер айтпаған. Әр қазағым бай болсын дегендей, дастарханымыздан осындай қазы қарта жалжая кетпесін. Ал өйстіп біз ет асып, қазымды турап, дайындап, өте керемет болды. Енді мынаны енді сөзбен жеткізу енді мүмкін емес. Ал сау болыңыздар.